Сәлем балалар, қалдарың қалай? Мен қазір сендерге осы парақтың бетіне суреттер салып көрсетемін. Бұл суреттер неге ұқсайды екен, өздерің ойлап отырыңдар. Бұл не болды деп ойлайсыңдар балалар? Дұрыс, кітап қой, иә? Ашық тұрған кітап. Ал мынау ше? Дәптер, дұрыс айтасыңдар. Ал мынау ше? Неге ұқсайды екен балалар? Дұрыс, қарындаш қой, иә? Қарындаш. Ал мынау? Алма ғой бұл, алма. Енді балалар, сендерге сұрақ қояйын. Осы жерде қайсы зат артық? Дұрыс, алма артық екен ғой. Неліктен алма артық? Өйткені алма жеміс. Ал мыналар оқу құралдары. Оқу құралдары сендерде бар ма? Әрине, сендерде кітап та бар, дәптер де бар, қалам, түрлі түсті қарандаштар, оның барлығы оқу құралдарына жатады екен. Енді балалар, мына суретке мұқият назар аударайық. Қараңдаршы, мына суретте не көріп тұрсыңдар? Кімді көріп тұрсыңдар? Дұрыс, анасы мен баласы. Баласына ат қояйықшы. Айдар. Айдардың анасы Айдарға не беріп жатыр? Нелерді берді? Дұрыс, Айдарға оқу құралдарын әкеліп берген екен. Ал екінші суретте Айдар не істеп жатыр? Айдар дәптердің бетіне түрлі шимақтап, дәптерді лас қылып сызып жатыр екен. Ал мына суретте не көрдіңдер? Атасы Айдарға ақыл айтып жатыр екен, кеңес айтып жатыр екен. Екеуі әңгіме айтып келе жатыр. Ал Айдар болса атасының әңгімесін тыңдап келе жатыр ма? Дұрыс, мұқият тыңдап келе жатыр екен. Ал төртінші суретте ше? Айдар өте ұқыпты, тәртіпті болып партаға орналасып отырайын деп жатыр екен. Енді балалар осы төрт суретті қоса отырып, бір әңгіме құрастырып көрейікші. Ал кеттік балалар. Айдарға анасы оқу құралдарын әкеп берді. Оқу құралдарын атайықшы кәне. Дәптер, қалам, өшіргіш, кітап және сөмке. Ал Айдар болса анасының әкеп берген құралдарын қалай болса солай пайдаланып, дәптердің бетіне түрлі шимақтап сызып, оларды шашып тастады. Оқу құралдары Айдарға ренжіп қалған сияқты, иә балалар? Келесі күні мектепке бара жатқан Айдарға атасы не деп айтты деп ойлайсыңдар? Балам, тыңда. Оқу құралдары сенің білім алуыңа көмектеседі. Оқу құралдарына ұқыпты болмасаң, сен толықтай білім ала алмайсың. Ол сенің серігің деді. Айдар соны мұқият тыңдап, мектепке келгенде оқу құралдарын ұқыпты пайдаланып, тәртіпті оқушы болуға тырысты. Міне балалар, біздің әңгімеміз де шықты. Енді сендер де осылай үйде осы суретке қарай отырып, әңгіме құрастырып көріңдер. Мүмкін сендер бұдан да қызық әңгіме құрастыратын шығарсыңдар, иә? Сау болыңдар балалар, келесі кездескенше.